Сәлем достар! Бүгін сіздерге яблочный уксус, яғни алма сірке суы жайында айтамыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сол кезде сіз алма сірке суының пайдалы қасиеттері және де оны қалай пайдалану керек екенін білесіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Алма сірке суын қолдан майонез дайындауда, қияр тұздауда және теріні тазарту мен шашты жылтыратуда пайдаланатынын білетін бе едіңіз? Алма сіркесін басқа қандай жағдайларда қолдануға болады? Дүкендерде жиі сатылатын сірке қышқылын емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Оның табиғи екенін ажырату үшін қаптамасында жазылған күштілігіне назар аударыңыз. Ол 4-5%-дан артық болмауы қажет. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және де А, В1, В2, В6, С, Е, П дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан, алма сірке суын біраз іске пайдаға жарата аламыз. Алма сірке суы асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Өйткені ол ас қорыту жүйесінің инфекциялардан қорғайды. Ішектегі бактерияларды жоюға көмектеседі. Сірке суы тері ауруларын емдеуде өте тиімді. Лихен, экзема, псориоз, нейродермит секілді ауруларда пайдасы ұшан теңіз. Бұл сірке суы көбінесе варикозды, геморрой және мигренге де қолданады. Ол сондай-ақ созылмалы шаршау мен жүйке шаршауында да қолданылады. Әйел кісілерде шаштарын жылтырату мақсатында шашты шаюға болады. Алма сірке суын дайындау үшін ең алдымен сірке суды бір ас қасық сірке суды құямыз осындай ыдысқа. Және де бір стакан таза су. Осыны дайындап, күнде кешке жатар уақытта ішсеңіздер болады. Ішер алдында қауіпсіздік мақсатта трубочка қолдансаңыздар өте тиімді. Өйткені тістеріңізге зақым келуі мүмкін. Күнделікті алма қышқылын, алма сірке суын пайдалансаңыздар, тістердің эмаліне әсерін тигізеді. Сондықтан да осындай түтікпен, трубочкамен ішкен дұрыс. Ең алдымен бастаған кезде бір ас қасықтан бастайсыз да, кейін үйренгеннен соң 2 ас қасық қоссаңыздар болады. Бұлай күнделікті алма сірке суын тұтыну ас қорыту жүйесіне және де қандағы қант мөлшерін төмендетуге, арықтауға өте үлкен пайдасын тигізеді. Алма сірке суын айран және маймен араластырып ішу өте қауіпті. Алма сірке суын қолданар кезде дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Достар, егер осы видео 1000 лайк жинайтын болса, сіздерге үй жағдайында алма сірке суын табиғи түрде қалай дайындау екеніне видео түсіремін.